Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Өзіңдей бала жобасының кезекті шығарылымы. Бүгін бізде қонақта монобукет гүлдер дүкенінің құрылтайшысы, негізін қалаған бауырымыз Бағдат Абдулла. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Сұхбатымыз бастамас бұрын көрермендерге ескерте кетейік. Қазір Бағдат бауырымыздан сұхбаттың соңында 8 наурыз күні қанша табыс тапқанын сұрайтын боламыз. Енді неге монобукет? Бірден сұрақты осыны ашып алайық. Неге монобукет, қашан құрылды? Осыған бір тарихына кішкене тоқталып өтейік. Тарихына болғанда монобукет деген негізінде біз өзіміз о баста осы гүл саласында жүрген кезде басқа біреуге наемный работник болып жұмыс жасап жүрдік қой енді. Сол уақытта өзіміз жаңағыдай жолдас бала екеуміз, бұл 2 адам болып құралған магазин негізінде. Жолдас бала екеуміз отырамыз да жаңа краскілеп отырамыз да нені полды ше. Сонымен қалай қыламыз, ана атты айтамыз, мына атты айтамыз, бір екеуімге келмей жатыр да. Сонымен давай монобукет қыла салайық, моно қыла салайық деп. Өйткені біздің қазір жасалып жатқан букеттердің бәрінде моно деген букеттің түрі ғой негізі моно деген. Давай монобукет қыла салайық. Өзінің сол гүлдердің арнайы бір термині ғой, моно. Енді моно жалпы сөз білеміз, біреу деген білеміз. Жалпы ол да гүлдің бір түрі, моно ретінде. Букеттің түрі ғой, букеттің түрі моно. Қай жылы бастадыңыздар? Қалай басталып кетті? 2000 деп әрге кетпей ақ қой, 2 жыл енді болады ғой. 2 жылдың көлемінде басталып кетті. Енді қазіргі таңда енді монобукет осы қаладағы бренд дүкендердің бірі айналды. Енді ол еңбектің деп. Енді мен естуімше сіздің әйеліңіздің дүкені де бар, әлі күнге дейін жұмыс жасап тұр ма? Жұмыс жасап тұр. Сол енді осы дүкенді ашар барысында ол кісінің қолдауы қалай болып, мүмкін сізге қаржылай көмек берді ма? Бір осыны айтайықшы. Ешқандай қаржылай көмек емес енді. Баншы әйел адамның басты несі мотивациясы ғой. Сонымен давайте істейік, ұрыңыз деп мотивация бергеннен кейін алдық та кеттік қой. Демеу көрсетті. Демеу әрине көрсетеді ғой. Негізінде былай ғой, біз бұл салада 6-7 жыл болды ғой жұмыс жасап жүргеніміз. Маманданған, нағыз қыр-сырын білетін. Біз полный білдік. Енді осы жерде айтатын жағдай, менде негізінде басқа да салаларға баруға мүмкіндік болды, жұмыс жасауға, бірақ бір іштей бір анау ішімде қалып кеткен бір опытымды бір шығармайынша бір сезіп жүрдім да, бір нәрсеше осыны мен алып кетсем, бір алып кететін нәрсе сияқты. Егер де мен бұл нәрсемен бір айналыспай тұншықтырып тастасам, қасымдағы балаларға айтамын, егер де бір байып кеткен күннің өзінде де бір өкініп отырар едім, бір магазин ашпадым мен деп ше, потому что іште бір қалып кеткен нәрсе да ол. Сондықтан өйттік, әйтеуір ашу керек болды. Болады, болмайды, осы нәрсені нүктесін қойып кету керек болды ғой. Сонымен аштық қой, аяқ астынан ашып кеттік та, онда да. Бір ойымда жүрді, қасымда жаңағы жігіт бар дедім ғой. Ол жігіт несі ма? Мақсат. Енді көрсетеміз Мақсаттың суретін. Обязательно көрсетеміз, сақалы бар. Сонымен Мақсат деген жігіт, мен жұмыста отырам, өзім басқа бір жұмыста отырам. Мен жұмыстан шығайын деп жатырмын, қазір осындай қылайын деп жатырмын, тірлік бастасам ба деп отырмын. Ол жігіт мені басқа жерге жақсы айлыққа жұмысқа шақыруға келіп тұрған ғой мені. Мені негізінде. Оның басшылар айтқан осындай Бағдатты осындай айлыққа шақыршы деп. Екеуміз есіктің алдында тұрдық. Басқа салаға бірақ, Жоқ, осы саламызда басқа бір шақырып отыр да жұмысқа. Ол мені жұмысқа шақыруға келіп тұрады, мен оған айтамын, мен осындай магазин ашам. Мен сондай. Ол тұрады да, мен сізбен бірге қосылып кетейінші, осындай болса деді. Енді burada біз 2 адам болады, қалай болады, көп адамның ойында жүреді ғой, кәсіп 2 адам болып қалай болады, қиын бола ма деген сияқты. Бөліс болады ертең, алдағы уақытта қалай болады, табыс көзі қалай игеріледі дегендей. Бірақтан менде ондай бір қатты қиындық болған жоқ. Өткен сосын тұрдым да оған айттым. Жарайды дедім, бірақ бізде бір 3-ші адам болсын дедім. Адам емес енді жалпы. 3-ші бір кісі болсын, біз екеуміздің арамызда 3-ші болсын. Ол не дейді, сосын айтамын, бір Құдай садақамызды беріп отырайық, зекетімізді беріп отырайық. Ертең күні ол нәрсеге қарсылығым болмаса, давай ұрайық. Давай, екеуміз сорада тұрдық та, шығып кеттік бірден. Ол мені жұмысқа шақыруға келіп тұрған бала өзі жұмыстан шығып кетті ана жақта. Сөйтті да екеуміз
бастап кеттік қой. Сонымен Аллаға шүкір, осы сол Аллаға деген сеніммен, әрекетпен, берекетпен, осы жаңағындай садақа зекетіміздің арқасында осындай қысқа уақыттың арасында сол дәрежемізді көтеріп қойды деп ойлаймын, Алла тағала. Сол жаңа краскілеп отқан жерден бастап жаңа монобукет деген сөз бар ма? Кейін эмблема құрастырып жатырық қой, давай монобукет қылайық деп. Сонымен жаңа дизайнер баланы шығарып, но логотиптерін жаңа мақсат бағдат па дейді да. Қарап қалсақ сөйтіп тұр ғой, МБ деп получается. Кейін ай болды, оны қалай берсе. Сондай болып кетті. Солай басталып кеткен. Оның өзі үшінші адамның негізі белгісі болып тұр ғой, сіздерге келтіріп, барлығын үлестіріп. Енді аяқ астынан ашып кеттік деп тұрсыз. Енді кез келген бизнесте, жалпы кез келген бастамада қиындықтар болады. Иә, мен енді осы зерттеуім бойынша осы монобукетті ең бірінші жаңа базардан ашылады деген жобаңыз, өзіңіз не ойыңыз болған екен? Жаңа бір арнайы бір точка дейікші енді. Кәсіпкерлердің терминесі точкасы. Осы туралы айтыңызшы, неге жаңа базардан ашылмады? Жаңа базардан біздер ашылдық негізінде. Просто ол бір дополнительный бір проекті болды да біз үшін. Сосын жазғы уақытта ғана бір временный нәрсе болды. Жазда сол жерде аштық, отырдық, 3 ай жұмыс істедік, сонымен қайттан шығып кеттік. Андай бір зона комфорта деген болады ғой. Ана жақта шамалы енді условия жасалмаған еді, сол іштегі қыздар балдар шамалы отырып жұмыс істеп жүрді да, сосын жаздан кейін күзде қайтып алып келдік қой ішке бәрі. Инстаграммен жұмыс істеп отты. Отырды. Жауып жатырғандар сол касса. Жұмыстары жүріп жатыр Инстаграммен. Доставкасы кетіп жатыр, просто орын ғана ауысып тұр да. Сонымен іштегі зона комфорта біздің мына жақта центрдегі помещение бәрі жақсы, жылы, ойнайды, күледі, адам көп. Сонымен ешқайсысы барғысы келмей қалды сол жаққа. Соны ойладық, қарасақ, енді сол касса жабылып отыр, қайтеміз соны аренда төлеп. Одан жауа салайық дедік, сонымен жауып қоя салдық қайтадан. Аштық қой негізінде. Аштық. 3-4 ай жұмыс. Ол жерде жұмыс жасады, иә? Иә, жасадық. Жазға сезонный бір уақыт болды ғой. Енді монобукет алғашында шынымен жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, жарнамасы барлығы бар деп. Жарнамаға енді керемет жұмыс жасады. Көріп жатырмын, СММ мамандарыңыз да керемет. Енді қыздардың, жартылай жас қыздардың сөреге шыққанында хейт дейікші енді. Хейт болды енді. Біраз хейт болды. Идеялары қалай келеді? Осы жарнамаға қанша бөлесіз жалпы енді? Идея келеді. Қанша процент бөлесіздер жалпы жарнамаға өздеріңіз енді? Процент қалай? Енді қаржылай ше жалпы енді. Осы табыстың мынандай көзі осы жарнамаға кетеді дейтіндей. Основной жарнамаға ешқашан аямаймын ақшаны. Жарнамаға жаңағындай таргетім бар ма, совместно жұмыс істейтін адамым бар ма. Жалпы кім келеді жұмыс істейік деп. Мен основной негізінде SMM маман деген біздің бір қатты бір не жоқ. Маман жоқ біздің жұмыста. Іштегі жалпы сол Инстаграммен айналысып отырған мамандарыңыз сатушы бір жағынан да? Солай ма? Жоқ, өзім ғой. Өзіңіз ба? SMM жалпы магазиннің проектісі, құрылысы, осы жаңағындай мобилографымыз бар. SMM маманымыз бар, бірақтан барлық нәрсеге жаңағындай бағыт бағдар беріп. Соңғы нүктесі өзіңіздің қолыңыздан кетеді, идеясы, сызылу жобасы, сценарийі бәрі өзіңізден. Бәрі өзімнен шығады. Ол кісілер тек орындайсыз тапсырмаңызды. Мен өзім бүйтіп көшеде кетіп баратам, бірақ сен көріп қалам, бір сол нәрсені бір өзімнің неме бүйтіп бұрмалап ала беремін ғой. Басыма білмеймін, қалай келетін, кіре береді өзімен өзі қазір. Сол нәрсе. Әртүрлі нәрсе. О, бастапқыда хейт енді ол солай болу керек болды, өйткені бір Қызылордада шамалы бүйтіп не істеу керек болды ғой. Ол бір кеңес, бір адамдардан бір кеңес сұрады. Ешқандай адамнан кеңес болған жоқ. Бізде бұрында Ақтөбеде жұмыс жасап жүрген кезде сол жақта бір магазиндерден көргем. 17-те, 18-де сол кезде көргем мен сондай нәрселерді. Черный пиар, тоже пиар. Иә, сондай. Именно ол біздің Қызылордаға ол қатты кетіп қалды да. Біздікі шамал. Не ол? Өзім білесің ғой, біздің қаланың шамал ондай нәрсеге ар-ұят деген қатты қарайды. Менталитетіміз біздің келмейді дейсіз ғой. Менталитетіміз біздің шамал қарсылау. Бірақтан о баста келген күні ашылып жатқан кезде 4 видеоны түсіріп қойдық қой. 4 полный видеоны түсіріп қойдық та, сосын
араға бір апта салып бір ай салдық та сосын конкурс ойнап жібердік та сонымен алып кеттік қой. Одан кейін бірақ ондай нәрсе түсірмейтін болдық. Иә, желіде өздері де оқырмандар да біліп отқан шығар қандай видео екенін. Өзі біраз шынымен пікір жазылды ол видеоның астына. Енді жалпы құрамға келейікші монобукетте. Қанша адам жұмыс жасайды, қанша адам жұмыспен қамтып отырсыз, осы мәселе керек. Қазіргі уақытта в данный момент қазір Бастапқыдан бастайық енді өзіңіз. Иә, өзіммен қосқанда, жалпы балдармен қосқанда 24-25 адам жұмыс жасайды. Жұмыс жасайды. Барлығы айлықта ғой. Айлықта, толық құраммен. Олардың жалақылары тағы да сол неме есептеледі ғой? Өздерінің жұмыс жасау процесімен есептеле ма тағы да? Бонус вариант. Әлде сол тұрақты бір айлыққа алып отыра ма? Тұрақты бір айлықтары бар, сосын премиялары бар ғой. Премиялары бар, сол мерекелік кездерінде. Түсінікті. Енді гүлдерді қай жақтан алдыртасыздар жалпы? Енді былай дейікші, гүлді қай жақта алдыртады, сөреге дейінгі процессті айтыңызшы. Қалай болады жалпы? Осы витринаға тұрам деген процесс қалай болады? Көрермендерге де қызық өзі осы. Ол бізде былай брат, заказ беріледі ғой. Заказ берілгеннен кейін Голландияға қарай кетеді заказ. Голландиядан ол кесіледі. Кесіледі да ол жүріп келеді самолетпен. Енді авиапоставка болады, сосын фурамен болады ғой, поставка. Екі поставка болады ғой. Ол келеді, самолетпен келеді. Сосын оны фурамен күтіп алады. Күтіп алғаннан кейін ол Қазақстанға кіреді. Сосын Қазақстан Еврофон фуралар алып келеді ғой. Оны Қазақстан фуралары күтіп алады. Сөйтіп бізге қарай келеді ғой. В общем, анау яқтан кесілгеннен бастап бері қарата ол 12, 13, 14 күн жүріп келеді бізге қарай. Сол біз аламыз, астын кесеміз, суға саламыз, бір температурада сақтап қоямыз. Ол біздің іште 10-12 күндей тұрады. Жаңағы сіздер негізі алматылық компаниялармен ба, әлде сіздер тікелей сол Голландиямен қалай жұмыс жасайсыздар негізі? Енді біз қазір мысалға кейбір жастарымыз гүлаш дүкен ашып келетіндерге тікелей шығып отырмыз. Осы Голландиямен байланыс отырсыздар. Шамалы объем не істегеннен кейін. Негізінде ортада посредниктермен жұмыс жасадық. Жұмыс жасап бастадық қой барынша. Тамаша. Бір сөреге байланысты, жалпы гүлдерге байланысты бір лайфхак айтайық та оқырмандарымызға қызық болсын. Қалай бір жақсы бір гүлге байланысты қандай лайфхак айта аласыз? Енді қандай лайфхак? Енді білмеймін, гүлді сақтау иісі сол тұрақты мысалға тұру үшін ба, бір қандай бір ерекше бір лайфхак айтып өтейік. Қызық болсын енді. Ерекше лайфхак болғанда бізде былай негізінде қазекендерде былай ғой. Бізден түнгі 12-ні алайықшы мысалы. Түнгі 12-де сіздің туған күніңіз болады. Сіздің достарыңыз келеді да бізден 6-7-де гүлді алып кетеді. 6-7-де гүлді алып кетеді мысалы. 7-8, 10 дейікші енді түнгі 10-да алып кетеді гүлді біздің іштен. Сөйтеді да саған барам дегенше ол машинада жатады. Сені барады, құттықтайды, шай ішеді, отырады, гүл жатады ана бұрышта. Сосын тұрады да, ой, мен гүлімді суға салайын, қыздарды айтып отырмын, гүлімді суға салайын. Бір сторисін салып алады да, барады да, суға салу керек па, суға салу керек, салып қоя салады да. Азанда тұрады, гүлі өліп атады. Сосын бізге ренжиді, неге олай болды деп. Негізінде гүл деген нәрсе ол, мынау суда тұрды ғой қазір. Судан шығарған кезде 2 минутта ауа кіріп кетеді ғой гүлдің стеблясына, астына ше. Қаншалықты ұзақ уақыт ұстайсың, соншалықты ауа кіріп көтеріле береді да, оның стеблясын жоғары қарата. Сол біз гүлді судан шығарамыз ғой, өзіміздің бір шаруаларды істеп алғаннан кейін 2-3 минуттан кейін аламыз да, астына қайтып кесеміз де, қайтып суға саламыз. Ол тағы шықты ма, 2-3 минуттан кейін қайтып кесеміз де, қайтып саламыз. Әрбір суда емес, ауаға шыққан сайын ол асты кесіліп отыру керек қой. Ал 1 сағат, 2 сағат, 3 сағат өткеннен кейін оны алып, біріншіден сусыз салады, екіншіден жоқ мен кестім дейтіндер болады ғой. Мынандай ғана кесе салады, а так получается ол 5 сағат, 6 сағат сусыз жүрген гүлді максимально қысқа кесу керек та. Сондай. Не барынша гүлді қысқа кесе берсен, соншалықты басы тез су ішеді да. Бір апта өтеді, мысалы үйде гүл жақсы тұрады, жалпылама қай камераға айтсам болады. Гүл негізінде ұзақ тұрсын десеңіздер, бір просто мынандай бір соктың стаканына үйде бір мынау өлді, мынау адам болмайды деген гүлді мынандай түбінен кесіп сап бейді.
бутон суға салып қойсаңыздар көресіздер 15 күнге дейін тұрады ана гүл сіздердің үйлеріңізде. Тамаша, тамаша. Сондай болады. Есте болсын, құрметті оқырмандар. Гүлді қалай өсірді. Дүкендердің ешқандай кінәсі жоқ. Бұл жерде ана дүкен гүл нашар екен, 2 күн тұрды солып кетті, келді солып кетті. Ол расчет бойынша ол анау сіздер үшін Голландиядан келген кезде ол 1 айға расчетталып келеді ғой ол. Енді жаңа айтып отырсыз ғой, енді біздің ветеринарда 14-15 күндей тұрады. Солай ғой ветеринарда. Одан кейін гүлдер мысалға қалпын сақтап тұр, мысалға ол гүл әлі мысалы 15 күннен кейін де. Енді сіздер мысалы жаңағыдай өзінің уақыты кетті деп бірден шығарып тастайсыздар ма, әлде сол қалып тұра бере ме? Жоқ, ол өтіп кетеді ғой. Өтіп кете ма? Әрине, ол өйтіп до конца аптаның соңына дейін ұстап отыра алмаймыз ғой. Өйткені ол живой товар ғой. Ол бізге мысалға бір кіргенде бір аптаға мысалға орта есеппен алайын 8-9 миллионға товар кірді дейікші. Сол 5-6 күнге келеді ғой сол товар бізге. Енді жарнаманы айттық, жеңілдікке келейікші. Жеңілдік процестері қалай болады? Қалай жүзеге асырасыздар? Акцияны қалай ұйымдастырасыздар? Акцияны ма? Иә. Енді науқан. Қазір бізде Қызылордада енді көп қой. Гүл көп, акция көп жасап жатыр. Халыққа не бірінші ыңғайлы бір акция ұйымдастырамыз ғой. Сосын қасына акцияның қасына торт қосып жібереміз, клубника қосып жібереміз, шамалы халыққа ыңғайлы болу үшін, халыққа шамалы ұнау үшін деген сияқты. Оформлениесін тегін береміз. Қалай қылғанда да акцияның үстіне біз сыйлық қосып береміз да. Сол себепті бізде қалада көбісі сондықтан жақсы танылып кетті да біздің магазин. Комбо деп айтады жаңағындай. Торты бар, клубникасы бар, сондай оформлениесі бар. Тамаша. Енді көп нәрсені нақтылап алдық деп ойлаймын. Монобукетке байланысты. Енді осы көрермендерге мынасы жаңа бастапқыда айта кеткенде осы сұрақ қызық болатын шығар. Монобукет жалпы енді гүлдер дүкенінің табысы, сол жалпы жұмысы, сол мереке күндері, әсіресе осы 8 наурызда кеше халықаралық әйелдер күнінде гүлдер жақсы көретін нәзік жандылардың мерекесінде сол кезде байқалатын шығар деп ойлаймын. Өйткені гүлдердің дүкенінде қай дүкенге барсақ та кезек ол бағасына қарап жатқан жоқ. Ол жерде адамдар талғасып айтып гүлді алып қалсам деген ой болып тұр. Мақсаттары сол жалпы кіріп өзімнің сол соңғы гүлге дейін үлгеріп қалсам деген. Сол күнгі жұмыс 8 наурызда қалай болды жалпы? Жұмыстарыңыз қанша қызды? Именно осы гүл саласында жүргендер үшін 8 наурыз деген мереке өте бір жағынан қызық, бір жағынан өте бір ауыр, қорқынышты мереке ғой. Ол былайынша сырт көзбен халық қарағанда ой гүл екен деп қоя салады ғой енді. Бірақтан оның артында қаншама қырғын жатыр, қаншама соғыс жатыр, қаншама ұйқысыз түндер деген сияқты. Кәдімгідей таза 5-6 күн ұйықтамай жұмыс істейді ғой. Біздің жаңа қыздарымыз бар, олар өздерінің мерекесі екенін ұмытып кетеді. Вообще ұмытып кетеді. Қолдары ісіп кеткен, жаңағыдай біреуінен теріскен шығып кеткен, біреуінің саусағы кесіп кеткен деген сияқты сондай неше түрлі бір қиын жолмен өтетін мереке ғой негізінде. Сондай. Ол енді любой праздникте барлық деп айтайын, енді барлық магазин плюсқа шығып отырады ғой. Барлық цветочный магазин плюсқа шығады. Осы 8 наурызға расчеттайды дейсіз ғой жалпы, иә? Негізгі сол. Үлкен обороттағы магазиндер, олар енді үлкен обороттағы магазиндер, олар оборотын жалғастырып, жұмысын жалғастыра береді да. Ал мынандай бір магазиндер болады ғой, шағын бір магазиндер болады ғой. Аптасына бір шамалы гүл сатады, өз үшін ашып қойған бір майда магазиндер болады. Енді ол магазиндер үшін бұл бір жаңағыдай мемлекеттік жұмыста бір отпускной болады ғой. Сондай бір отпускной сияқты ғой бұл. Отпускной бір жыл шамалы шыда жаным шыда болып келеді да, бір айына шамалы табыс тауып, сосын бір жылда бір нормальный көтеріп алады, әрмен қарата жүре береді деген сияқты. Үлкен обороттағы магазиндер олар енді мейрамға неге қарамайды. Мейрам жақсы әрине, бірақтан олар сол түскен ақшаны қайттан салып жіберіп, әрмен дым болмағандай отыра береді ғой. Қызық болсын енді жалпы кассалық бойынша есеп айтып көрейікші, қанша жалпы сомамен түсті сол күнгі табыс? 7 мен 9 деп есептеп көрейікші? Бізге енді оны бір күн деп есептей. Осы мереке аясында деп айтайық та. Бір күннің кассасын айтайын ба? Жоқ, осы 8 наурызға байланысты осы мереке аясында қанша теңге табыс таптыңыздар?
біздер енді бір Жасырын товар болмаса. келеді ғой бізге, иә. Бір товар келген кезде ол бір 10 күнге келеді ғой, 10 күнге наперед келеді ғой. Сондықтан біздің 8 мартымыздың товары бізде 28-іне келді. 28 егер де ақпанда. оны енді одан бастап сол келген товарды сатқаннан бастап есептейтін болсақ, ол Мейлі есептейік, өйткені бізде 1-наурыз күнінде бір жақсы жұмыс болды деп ойлаймын енді гүлдер дүкенінде, өйткені ол да алғыс айту күнінде көп адамдарымыз тюльпан алдын ала сол бәйшешектер. предзаказға беру үшін сол барлығына ыңғайлы қылып сөйтіп жасап қойдық қой. Сол клиенттің несін тарту үшін, назарын аудару үшін ерінбейміз біз. Тағы да айналып өтіп бара жатырмыз. Тағы да сұрақты айналып, қайтадан айналып өтіп бара жатырмыз. 7-8-нің кассасы қанша? Шамамен 75-80 миллиондай болды. 80 миллионға. Көрдіңіздер ма? 2 жыл ұйықтамай, күн демей, түн демей тертеу жұмыс жасасаңыздар. Біз енді 3-ші жылы 8-ші наурызға 70-80 миллион теңге ақша табасыздар. Иншалла. Көрермендерге айтсаңыз. Былтыр бірінші жылымыз болды ғой. Былтыр бірінші жылымыз болды. Соның өзі біз үшін жақсы өтті негізінде. Биыл енді екінші жыл. Бұл негізінде әр жылдан жылға бұл қосылай беру керек қой. Өйткені жылдан жылға ол клиентский база жиналай береді да. Өзіңіз негіз бар ғой, өткен жылмен салыстырғанда өсім бар ғой. Әрине. Тамаша. Командада 2-3 есе, кәсіпте 2-3 есе, барлығы 2-3 есе. Жалпы енді жұмыстың дамуы, осы жұмысшылардың да еңбегі, одан бөлек осы енді бірінші отқан менеджердің несі ғой, енді бағыты ғой жалпы. Соны өзіңіздің креативтілігіңіз байқалады осы жұмыс барысында. Енді жаңа айтып отырсыз, іштегі қыздар жұмыс жасады, өзі мерекеден ұмытып кетті деп. Жалпы көп дүкендерде байқаймыз енді осы сатушы қыздар келбетті. Сұлу келеді ғой жалпы қай дүкенге барсаң да. Жалпы қабылдау қарайсыздар ма жалпы несі? Бет әлпетіне, жалпы түріне деген секілді. Тартымдылығына. Иә. Енді былай әңгімені ашып, товарный вид деген біз айтамыз ғой, товарный вид болу керек барлық неде. Любой затты алатын кезде товарный вид болу керек. Ол сол себепті ол біздің магазиннің лицосы ғой. Гүл алуға барған кезде саламатсыз ба деп күліп қарсы алса, жаңағындай жігіттеріміз біздің шамалы қызға қарап тұрып бүйтіп не істейді да, сенеді да, шамалы доверие береді, сондай сияқты. Біздің өзіміз сатамыз ғой гүлді. Бізді іздеп келетін, бізбен ақылдасасы келетін клиенттер көп былайша. Іздеп келеді, звондап алдын ала кеш өзім берші деп. Қыздарға сенбеймін дейтін клиенттер де болады. Алдап жүреді деп. Алдап жүреді деп. Күліп тұрып алдап жүреді деп. Күліп тұрып. Өйткені сенеді ғой қыздарға көбісіне. Сондықтан не барынша күтіп алған кезде былай адам приятный болса, түрі барлығы адамға да приятно, сатып алған адамға да приятно, бізге де приятно ғой. Жақсы, тамаша. Өте жақсы бір сұхбат болды деп ойлаймын. Негізі енді кәсіп саласындағы шағын бизнестен бастадыңыздар ғой өздеріңіз, енді жұмыс жасадыңыздар, сол саланың мамандандыңыздар, сол салада жүрген жігіттерге де мына керемет бір шығарылым болды деп ойлаймын, кеңес болатын. Енді өзіңдей бала жобасының бір жақсы бір айдары бар, бір айтарым бар деген. Жалпы жоба аясында өзіңіздің тәжірибеңізде айтасыз ба, бір ақыл кеңес, енді қалада жүргеннен кейін жалпы деп жатқаным ғой. Егер де бір айтарыңыз болса, сізге мына камера жұмыс жасап тұр, мархабат. Бір айтарым бар болғанда, менің осы уақытқа дейін не аламын, осы жиғаным ойымды ойлана келе мен түсіндім да, адам өзінің алдына мақсат қойса, сол мақсатын қалай қылғанда да жету керек. Егер де мен жаңағындай жолда жүріп басқа нәрсеге бұрылып кетсем, бұндай нәтиже болмас еді да менде. Сондықтан мен Аллаға шүкір қуанам, әуелі Алланың арқасы барлығы. Осы саланы таңдап, осы саламен кеткеніме қуанам. Сондықтан ойланып жүрген жігіттер, қыздар болатын болса, мақсаттарыңыздан таймаңыздар, жұмыс жасаңыздар, әрекет қылыңыздар, берекетін тек Алла береді. Зона комфорта деген нәрседен шығып кетіңіздер. Зона комфорта ол өте бір қиын нәрсе. Өйткені мысалға мағам жеке өзіме осы қазірдің өзінде мен кәсіпте жүрсем де мағам
үлкен қаражат ақша ұсынған кісілер болды. Кәдімгі айлық есебінде. Бірақ менің өзім айлыққа жұмыс істеуге шамалы немін да, қарсымын ше. Енді әркімдікі әртүрлі, бір адамдар болады, несі әртүрлі да, адамдардың. Қалай дейін жаңағындай. Мінез құлқы қалай қалыптасу? Иә, әр адамның өзінің несі бар ғой, болмысы дейді. Болмысы бар ғой. Біреуге зона комфорт ұнайды солай. Бір бағытта жүргенше, бірақтан бір бағытта жүрген ол бір мен үшін не сияқты да, бір өз-өзімді бір решеткаға қамап қойған сияқты боламын да. Жарайды, мен қазір ол кісілердің беріп тұрған сияқты 2 миллион, 3 миллион табыс таппаспын қазір в данный момент. Бірақтан мен 6 ай, 7 ай, 8 айда мен ол жаңағындай решетканы жарып шығамда, бір жылда қайттан жақсы нәтижеге жетіп шығам. Егер де мен оның соның ақшасын алданып, егер де мен қалсам сорада, мен біреуде жұмыс жасап жүрген кезде 1 жыл, 2 жыл уақытым қалай пенсияға жетіп қалғанымды білмей қаласың да. Сондықтан айтарым, қорықпаңыздар, әрекет қылыңыздар, жасаңыздар. Біздің қонақтағы Бағдат бауырымыз осындай кәсіп саласынан өзінің жетістіктерімен жетіп отқан көрдіңіздер, естідіңіздер. Сіз де үйде отыра бермей әрекет ете бастаңыз. Болма. Деп қойық. Айтпақшы, көрермендер, скидка керек болса, мен атымнан барыңдар деп ше, сондай бар еді ғой.